Бір күнде тағдырыңды өзгертуге бола ма? Бір түнде өміріңді өзгерте аласың ба? Айсұлудың өмір жолы жап-жақсы басталған еді. Мектепте оқушылардың алды болды. Оқуда озат, ән күйден 5, тәртібінде мін жоқ. 15-16-ға келгенде бәденді айқындалып, сыланып шыға келді. Кеш батса болғаны мұның үйінің маңайы ысқырған бозбалаға толып кетеді. Шешесі ысқырмаңдар, іштеріңе жел толды ма деп, қолына түскен нәрсемен төбет мұрт жігіттерді қуумен әлек. Кілең желөкпенің назарын үйіргенге қызда үйренді. Қысқа етек көйлегімен көшені бір айналғанда борбайына бозғырт біте бастаған небір айбозым айға қарап ұлыған көкбөрінің күйін кешетін. Арман Алматыға оқуға бару. Аттестатын алып енді пойызға шыққалы отырғанда әкесі кенеттен көз жұмды. Келер жылы шалының жылын берген жазда шешесі де ауырмай сыздамай ұршығын иіріп отырған күй үзіліп кете барды. Бірінен кейін бірі соққы жас қызды есеңгіретіп тастады. Бірге оқыған Асқарды іштей ұнататын, ол мұндай аруға қолым қайдан жетеді деп жүрексінді ме, Айсұлуға деген іңкәрлігін білдіре алмады. Көрші үйдегі Самат ештеңе деп емеурін танытпаса да, әкесі мен шешесінің қазасы үстінде қалбалақтап қасында болды. Келген меймандарға шай қойды, етті де желіктеп табаққа салудың жайын жақсы біледі. Айсұлу шақырса болды, бар жұмысын ысырып тастап осы үйден табылады. Шаққыр көзі қайдан көріп қалғанын, кешқұрым ала сиырдың бұзауын айдап келе жатып, клубтың алдындағы ағаш орындыққа Асқардың бір қызбен сүйісіп отырғанын көрді. Жүрегі быт-шыт, долдана жылап үйіне жетті. Бұзауды енесінің бауырына жіберді де тамақтан ішпестен жатып қалды. Содан кешке дейін жатты. Жастығы жасқа шыланды. Төбеге қарап бір нүктеге қадалып, сүлесоқ кейіпте іштей арпалысты. Сықыр етіп сыртқы есік ашылғандай болды. Кім бар ей? Саматтың даусы. Айсұлудың бөлмесінде сылдырмақ перде тұтулы тұратын. Соны сылдырлатып Самат ішке енді. Жарықты жақпақ болып оң жақ қабырғадағы түймені түртпектей бастап еді. Айсұлу ақырын ғана жақпай-ақ қой деді. Самат состиып тұрып қалды. Бері жақындашы. Самат қара көлеңкеде қыздың үні шыққан жаққа қарай елпеңдей бергенде сүрініп кетіп, төсекке етбетімен құлады. Орнынан тұрмаққа басын көтермекке талпына берген жігіттің қолына қыз жармаса кеткен. Сен мен аласың ба? Мен сені? Саматтың одан ары сөйлеуге шамасын келтірмей Айсұлу жігіттің құшағына тартты. Көзінен, мұрнынан, ернінен аймалап сүйе бастады. Өзі төртбақ келген, жастайынан қарулы Самат армандап жүрген ару ойда жоқта құшағынан табылғасын, жемтігіне шүйліккен бүркіт ұқсап, аш көздене ұмтылған. Бір күнде тағдырын өзгертті, бір түнде өмірін өзгертті. Біреуге қарап, біреудің тағдыры өзгере ме? Бейімбет Майлиннің Шұғанның белгісі атты әңгімесінде әуре боп неге бітті ажар көрік деген өлең жолдар бар ғой. Құдды сол тәрізді Алла тағалада Айсұлуға айрықша ажар көрік сыйлаған еді. Нағыз айғабақ, алтын кірпік, қызыл еріннің өзі, үлбіреген ақ жүзі, ағынан қарасы көп көзі, қыр мұрынымен белуарына түсетін қолаң шашы, бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін алып қалуға жарайтын. Айсұлу Саматқа тұрмысқа шығып кетіпті деген хабарды естіген күннен бастап Асқар араққа салынды. Ауылдағы кешкі отырыс, той томалаққа барып жүріп Самат та ахаңды сілтейтін болды қызғаныштан. Айсұлудың бетіне әлде біреу сәл қарап қалса болды. Самат шиыршық атып шыға келеді. Көзі ақиланып 200 грамдық қырлы стаканға толтырып құйылған арақты аранына жөнелтеді. Содан ұлан айғай бықпырт төбелес басталады. Отырыстың шырқы бұзылады. Біртіндеп Айсұлу ондай жерге бармайтын да болды. Бойына піні біткелі келіншек өзгеше ермек тапты. Магнитофоннан әдемі музыка тыңдайды. Көркем кітаптардың бірінен соң бірін тауысып тастайды. Әсіресе өлең оқығанды жақсы көреді. Бұрынғыдай той томалақ отырыстарға бармаған соң Саматтың да шаруасы оңала бастады. Совхозға келген су жаңа водовозды астында ферма меңгерушісімен бірге малшыларды аралауға кетеді. Жүргенге жүрген ілінеді дегендей, кейде барған жерінен бір қойдың етін, сиырдың бір жілігін ала келеді. Келіншегінің аяғы ауырлағанына іштей қуанып жүрсе керек, бір күн ауданға барып әдемі коляска сатып әкелді. Қоя тұрмадың ба? Ырымға жаман деп шешем айтушы еді. Ырым-пырымыңды білмеймін. Осыдан ұл тусаң, атын Ахат қоямын. Ахат Саматович болады. Совхоздың директоры болады. Өзің көлік айдайсың, рульде жүргенде ішпей-ақ қойсаң болмай ма? Енді кішкене нетпейтін күлің бола ма осы? Айсұлудың дасы қатайған сәттен Самат сырғақтап зыта жөнелді. Сыйлағаны шығар, сүйгендіктен бе?
Сөйтіп жүргенде СССР тарқап кетті, совхозда тарады, дүние мүлік жекешеленіп бөліске түсті. Саматтың водовозы Асқардың оң жамбасына бұйырды. Шарасыз еркектің қолынан не келеді? Шуден басқа не? Есіктің алдындағы қоқыс тастайтын бөшкеде босап қалған шөлмектер көбейді. Қырсық бір айналдырса, шыр айналдырады. Бір күн ойда жоқта үйдің маңына гүр етіп бір машина келіп тоқтады. Күйеуім келген шығар деп алаңдай басып, сыртқы есікке беттеген. Келген Асқар екен. Қызу, Айсұлу, мен саған өлердей ғашықпын. Асқар үйіңе бар, көршілерден ұят болады. Ұят-миятыңның әкесінің аузын ұрайын. Сүйемін деп, жақсы көремін деп айта алмадым. Енді айтамын. Мен тұрмыстамын. Аяғым ауыр. Білем бәрін. Еркек таппағандай сен Саматқа неге шықтың, өлтірейін бе оны? Асқар, қой деймін, елден ұят. Ойнастарыңның үстінен түстім бе? Қайдан шыққаны белгісіз сайтандай сап етіп, Саматта келе қалды. Келе Асқарға тұра ұмтылды. Нақ әкеңнің аузын нағыз оңбаған екенсің, ұсталдың ба бәлем? Мен жай келдім, кетем қазір. Иттің баласы қолыңда өлейін. Біреудің қатынында нең бар? Екі жігіт бір-бірінің жағасына жармасып, қып-қызыл төбелес басталып кетті. Ажырата алмай Айсұлу әлек. Екеуінің де бет-аузы быт-шыт болды. Саматтың сойдақ тісінің бірі төбінен сынып, сырт етіп есік алдында жатқан қаңылтырай таяққа түсті. Асқардың көз алды көкпеңбек болып оң қабағы жарылды. Қойыңдар, тоқтаңдар. Қалың елге масқара болдық қой деп Айсұлу жылап жіберді. Айсұлудың жылағанын көріп Асқар шегіншектегеннен беттен көлігіне отырып үйіне қарай жылыстады. Солығын баса алмай селкілдеп отырған Самат келіншегін соққының астына алды. Мә саған қаншық көрсетем, саған ойнас жасағанда ішім сезіп еді. Самат, мен саған адалмын, баламыз болады. Кімнің баласы екенін ит біле ме? Көзімнің тірісінде бақыр айтып қойып ойнас жасайсың, атаңа нәлет. Мә саған көзіңе көк шыбын үймелетейін. Үсті-үстіне ұрғылап жатыр. Айсұлу ішін ұстаған күйі бүктетіліп құлап түсті. Қатты ашудан көзіне қан үйірілген Самат жас әйелдің ішінен теуіп тастады. Көрші Егеубай ақсақалдың ескі москвичімен есінен танып қалған Айсұлуды Самат аудандық ауруханаға апарады. 3 сағат реанимация бөлімшесінің алдында көзінен жас сорғалап күтсе керек. Көк халатының түймесін ағып, анасының жағдайы ауыр. Жаны аман қалса болды, Құдай берсе бала болар. Өкінішке қарай әйеліңіз енді бала көтере алмайды. Самат құлағы шыңылдап, көзі қарауытып, тынысы бітеліп, төбесінен әлде біреу қос қолдап ұрғандай есеңгіреп отырып қалды. Сіз неткен сұлусыз, айдай сұлу Айсұлу, жан дүниесі Байсұлу. Осыған дейін ауылда көрінбей жүрген Қайсұлу, үстіне ала пиджак киген, алқызыл галстук таққан ақын, ауданға келген құрметті мейман рюмкаға меймілдете құйған коньякты тік тұрып тартып жіберді. Тіске басарға үстелдің үстінен бірдеңе іздеп еді. Әбден кісі күтіп әккі болып қалған аудан басшысының орынбасары шанышқыға бір түйір қазы мен қиярды қоса түйреп, мәртебелі мейманның аузына тоса қойды. Толық шайнар-шайнамастан қылғытып жата салған ақын қойын кітапшасын суырып алып, тамағын кенеді. Ақиқаттың айтсын деп тіл берілген, солай емес пе? Сіздей сұлуға арнаған жырым, рұқсат етсеңіздер оқып берейін. Оқыңыз, мұндай сұлу жанға жыр түгілі өмірде де арнауға болады. Замәкім шуылдап жатыр. Тәк оқиын, осындай әдемі қыздарға өлең арнамасам несіне ақын болып жүрмін. Жанарың жауһар, жүзің гауһар, жарығым, ақ дидардай тектілікті таныдым. Періштеде үлбірейді ақ жүзің, сенсіз мына өмірімнің бәрі мұң. Қалай керемет емес пе? Сізге поэма арнағым келеді. Тек алдыңыздағы рюмкеден сәл-пәл алып отырыңызшы. Ішпейтін едім. Адам ішейін деп іше ме? Осындай мөлдіреген қазақ қыздарын көргенде не только арақ, ода ішуге болады. Айсұлу аздап алшы, бір-екі ұрттағаннан кісі құрттап кетпейді. Орынбасар әкім де қыстай түсті. Алмасаңыз ренжимін, сіз үшін неге болса да даярмын, алып қойыңызшы. Ақын да өлеңдерді сөзін айтып жатыр. Екі адам екі жақтан қиылғасын, онсыз да қам көңіл жүрген келіншек кісі көңілі қалмасын деп аздап ұрттады. Дегені болған ақын әр тост сайын лепіріп өлең оқыды. Махаббат жырлары жүрек қылын шерткендей, бәрі сұлу келіншекке арналғандай. Біраздан соң Айсұлудың басы айналды. Сыртқа шыққысы, үйіне қайтқысы келді. Мен қайтайын. Айсұлу, өзіңмен бір әңгіме бар. Анау бөлмеге барып сөйлесейікші. Айтарыңды айта бер. Бір ауыз ғана. Ақырын көрші бөлмеге өтті.
Аудан әкімінің орынбасарын бір-екі рет сайлау кезінде клубта көргені бар. Сымпылдаған жігіт. Бүгінде жанын қойырда қоймай осындай ертіп келген. Астанадан атақты ақын келді. Депутаттыққа түсіп жатыр. Кейін көмегі болады. Қасыңда болшы, шығармашылық адамы деген бөтен ғой. Оларға табақ-табақ еттің қажеті жоқ. Жылы қабақ болса жетеді деп өлердегі сөзін айтқан. Самат вахтада 15 күнде бір оралады. Келгені бар болсын, бар тапқан таянған достарымен қосылып алып, арақ пен картаға жұмсайды. Айсұлу көптен бері сыртқа қадам аттап шықпаған. Оның үстіне бұл ақынның аты да, туындылары да жақсы таныс. Кей өлеңдерін мектепте жүргенде жатқа айтатын. Аз кем отырып қайтуға бекініп келген еді. Айналайын Айсұлу, құлдығың болайын. Мына кісі тегін адам емес, елдің адамы. Сені ұнатып қалды. Қасында бол, қазір кетемін. Екеуің сырласып өлең тыңдап отырсаңдар, ақылыңды жемеймін. Мынау $100 ал. Менің ақшаға сатылады деп тұрсың ба? Енді керек болады ғой. Қалғым келсе өзім ақ қаламын. Айсұлу $100 ақшаны жігіттің төс қалтасына сүңгітті. Мынаны бір жеріңе тығып қой. Бәсе, ақылың көп қой. Мені ұятқа қалдырма. Коньяктың буы ма, әлде мына өмірден әбден запыста болған көңілін сергіткісі келді ме? Айсұлу аяқ астынан шешім қабылдады. Қайта бер, қонақ күтуді білемін. Қайта оралған Айсұлуды көрген ақынның көзі оттай жанды. Жаным, айым, күнім деп еркелете бастады. Небір сұлу сөздің кестесін тоқып-ақ жатыр. Еш қинаусыз, жалынтып, жалпитусыз бір-екі рюмка тартып та жіберді. Өмір естімеген жалынды сөздерден бас айналды. Самат байқұс мұның бірін де айтпайды ғой. Жатын бөлмеге енгенде ақын мұның алқымынан өбіп, анарын қысып аймалап сүйе бастағанда Айсұлу маған енді бәрібір деп ойлады. Қарсылық көрсеткен жоқ. Денесі оттай ыстып, демі бітіп, әлеуметті еркек дегеніне жетпей қоймасын да сезді. Талай сұлуды құшып, талай тотайдың төсін тегістеген ақын тән рахатына бөлудің талай тәсілін біледі екен. Әуелі екі көзден кезек-кезек сүйсе болар ма? Құлағына небір құшырғандырар әдемі сөздерді сыбырлай айта ма? Еріндерінен үзілдіре сүйе ме? Құдай-ау, Самат сорлыдан көрмеген аймалау амалдарына жаны рахаттанып, тәні тәнті болғандай күй кешкен несі. Бір қолмен анарын, екінші қолмен бөксе түсін сипалап, кіндік тұсқа келгенде домбырамен күй тартқан күйшінің ептілігіндей ерке қимылдар жасап, қатайған денесін босатып, дел сал қалыпқа келтірген еркек сұлу келіншектің кепкен аңқасын қандырудың барлық амалын жасап-ақ жатыр. Үстіне бір-екі рет шығып, қор өте түсе салатын күйінде емес, басқа әлем, басқа арғақ, басқа күй. Келіншек ыңырсып, ыңқылы күшейіп, үстіндегі еркектің әр қимылынан ләззат алып, екі көзін жұмған күйі елтіді де қалды. Қиялы шарықтап, Асқар екеу әлдебір теңіз жағасында қол ұстасып, су шашысып, жүгіре басып жүргенде ме қалай? Теңіз толқын екеуін де кезек-кезек тербетіп жатқан сияқты ма өзі? Оттай ыстық демге шарпылып, тынысы бір бітіп, бір үзіліп кететіндей ме? Жағадан екеуі де анадан туғандай, тыржалаңаш қалыптай маласа қалғандай, ұят атаулыны асау теңіздің толқыны жұтып, жасырып қойғандай. Апырау, мұндай да болады екен-ау деген ойдың түйсік тұсына келгені де тез, кеткені де тез. Әйелдік іңкәр әлемнің қақпасы ашылғандай, сол қақпаға ешкімнен ұялмай қызармай, Хауа-ананың көйлегін киіп енгендей, адам атаның үйреншікті қимылы жанға қуат бергендей, әлдебір нәзік ағыс 62 тамырын бүлкілдете еріп, үйіріп алып бара жатқандай, толқынға толқын қосылып, үй бесікке таңылған сәбидің қалпына түсіріп тербете түскендей, тән рахат осы ма деген тосын сұрақты еркектің ырсылдаған дыбысы жұтып қойғандай, мүлдем бейтаныс, бірақ соншалықты ыстық ләззат оты біресе күйдіріп, біресе жандырғандай. Айсұлудың бар ойы осы ырғақ бітпесе екен, осы күй үзілмесе екен дегенге сайды. Ысынтып, қайнатып, тұла бойындағы сезім түйіршіктерінің бәрін оятып, тәп-тәтті әлемге сүңгіген сайын ақыры не болар екен деген әлдебір үркесоқ сезімнің жетегіне оратылып жатып, буырқанған азаматтың буы кебердегі әрекетіне бүкіл жан дүниесімен кірігіп кеткендей еді. Толған айдай толықсып, толарсызғана шейін талықсып жатып, жан дүниесін шарпыған ала өттің дәргейіне шыдай алмастан мама деп шыңғырып жібергенін біледі. Арғы жағы не тұман, не күмән секілді. Еркектің маңдайынан иіскеп, өзің бір керімкел жек екенсің деп еміренген даусына жүзі нұрланып жатып, екі көзіне үйірілген жастың ағынына ерік берген. Жаны жусап, тәні бусап қалғандай. Мұндай да болады екен-ау. Келіншектің көрпесін қымтаған ақын, сен туралы өлеңімді келесі кітабыма қосамын деп күбірлеп жатты. Самат вахтада жүргенде 90-ның төртіндегі әкесін көшеде өтіп бара жатқан КамАЗ қағып кетіп, бұлардың шаңырағына қайғы бұлты үйірілді.
Әке жаным-ау деп анадайдан аңырап келген Саматқа жұрт болған жайды ертесіне жаназа намаздың алдында ғана естіртті. Бәсе, әне бір кісілер бейтаныс, бұлар не қып жүр деп өзімде ойлап едім деп, Самат кешірім сұрай келген автобаздың адамдарын зираттан келген бетте жаппай тізерлетіп отырғызып қойған еді. Әкесінің жетісін, қырқын, жүзін, тіпті жылын да айыпты тарап көтерді. Ішеді, ішкенде де түбін түсіріп өлтіріп ішеді. Қубас Самат мен деген деп даусы тарғылданып жылайтыны да бар. Кешқұрым аудан әкімінің орынбасары жылт ете қалған. Айсұлуды айналшықтап жүргенін көрген. Ол байқұс күйеуім не дейді дегендей Саматтың жүзіне имене қараған. Барып кел, ато срогың өтіп кетеді деп Самат былш еткізген. Тек Құдай үшін ішпеші, бір үйден бір адам ішсе де жетпей ме? Ол да біледі, білгенде қайтеді. Кейде тапқаныңнан 1000 теңге бере тұршы деп Шиланы ақтарып сүмеңдейтінін қайтесіз.